студенттер, мен аты-жөнім Оразайдын Әмірбекұлы, мен қоғамдық пәндер оқытушысы. Бүгін сендерге Қазақстан тарихы пәнінен сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы мал шаруашылығы мен егіншіліктің дамуы. Енді жаңа сабаққа көшеміз. Жаңа сабақтың жоспары: бірінші, отырықшылықтан көшпелі мал шаруашылығына ауысуы; екінші, көшпелі мал шаруашылығының пайда болуы; үшінші, тебіндік жайылым; төртінші, төрт түлік мал туралы айтамыз. Қазақстандағы мал шаруашылығы қалыптасқан жерлер бұл оңтүстік Қазақстан, шығыс, орталық және солтүстік Қазақстан жерлері. Бұны картадан көріп отырсыңдар. Келесі көшпелі мал шаруашылық түрлеріне келетін болсақ, яғни мал шаруашылығы бірінші 3 топқа бөлінеді. Олар жартылай көшпелі, көшпелі, отырықшы. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы Жетісу, Шығыс Қазақстан, Алтай, Тарбағатай, Қаратау жерлерінде жартылай көшпелі мал шаруашылығы дамыған. Онда көшіп-қону мен егінді де бірге қолға алып еккен болатын. Тары, арпа, бидай сияқты дәнді дақылдарды бірге еккен. Ал көшпелі бұл Маңғыстау, Батыс, орталық Қазақстанда дамыған. Онда Маңғыстау, Қазалы, Ырғыз, Торғайда осы көшпелі мал шаруашылығы кеңінен сақталған. Келесі үшінші бұл отырықшы. Отырықшы мал шаруашылығы біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықта бас кезінде үлкен жаңағы қауымдастыққа біріккен болатын. Олар оңтүстік Қазақстандағы Сыр, Шу, Талас, Арыс, Қаратаудың оңтүстік беткейінде көшіп қонып жүргенмен бірге отырықшылыққа айналған десе де болады. Олар Шырақ, Рабат, Бәбіш Молда археологиялық зерттеу жұмыстары кезінде осы отырықшы мал шаруашылығы, егіншілік дамыған. Мал шаруашылығы салалары бұлар негізгі және қосымша болып бөлінеді. Негізгі олар қой, жылқы, түйе, ірі қара, ешкі өсірген болатын. Ал қосымша марал, құс, омарта, шошқа немесе жібек құрты өсірген болатын. Қазақстанның қай жерінде көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды? Көшпелілік дегеніміз не? Мал шаруашылығының қандай түрлері болды? Тебіндеу дегеніміз не? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақстанның қай жерінде көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамыды? Көшпелі мал шаруашылығы негізінен батыс және орталық Қазақстанда жақсы дамыды. Оның негізгі шарттарының бірі географиялық ортаның тікелей әсері. Еуразия даласында көшпелі мал шаруашылығының пайда болуының бірнеше себептері бар. Көшпелілік дегеніміз не? Көшпелілік тарихи тұрғыда қалыптасқан шаруашылық, мәдени, әлеуметтік жүйе. Ерте темір дәуірінде адамдар егіншілікпен айналысты ма? Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта климаттың өзгеруіне байланысты егіншілікпен айналысу тиімсіз болды. Сол себепті адамдардың тіршілік ыңғайына қарай егіншілік бірте-бірте мал шаруашылығымен алмастырылды. Көшпелі мал шаруашылығы қандай өнім берді? Көшпелі мал шаруашылығына көшу артық өнім алуға мүмкіндік берді. Табиғаттың дайын өнімін пайдаланған аңшы терімшілер сияқты емес, көшпелілер жылқы, түйе, қой мен сиыр малын ұстап, малшылықпен айналысып, олардан түрлі өнім алды. Көшпелі мал шаруашылығына көшу себептері қандай болды? Көшпелі мал шаруашылығына көшудің себептері: бірінші, табиғатта құрғақшылық белең алып, жауын шашын азайды. Осылайша егіншілікпен айналысу қиындады. Екінші, ат әбзелдерін жетілдіру жылқыны көлік ретінде пайдалануға мүмкіндік берді. Үшінші, мал басының көбеюі жаңа жайылымдарды қажет етті.
Мал шаруашылығының қандай түрлері болды? Мал шаруашылығының 3 түрі болды: көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы. Мал шаруашылығының бұл түрлері Қазақстанның қай жерінде қалыптасты? Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақ батыс және орталық Қазақстан. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы Алтай мен Жетісу сынды таулы аймақтарда дамыды. Отырықшы шаруашылық оңтүстік, яғни Сырдария, Шу, Келес өзендерінің аңғарларында жақсы дамыды. Бұл аймақтағы шаруалар мал шаруашылығымен қатар егіншілікпен де айналысты. Көшпелілер тебіндеп жайылатын малды көбірек өсірген. Тебіндеу дегеніміз не? Тебіндеу деген малды қар басқан қысқы жайылымда бағу. Тебіндегі мал тұяғымен қарды аршып, шөбін жейді. Бұл ежелгі заманнан бар әдіс. Тебіндеп жайылуға жылқы мен қой малы бейім келеді. Жылқы малы ыстық пен суыққа бірдей төзімді. Тебіндеп жайылады. Керек азығын қар астынан тұяғымен аршып жейді. Көшпелілер мал шаруашылығымен айналысып, қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп қонып жүрген. Сиыр малы тебіндеп жайылмайды ма? Сиыр тебіндеп жайылуға икемсіз болғандықтан, оларды көшпелілер қыста алдын ала жиналып әзірленген жем шөппен асырайды. Түйені шаруаға қалай пайдаланған? Түйе малын шаруашылыққа жүк көлік ретінде пайдаланған. Себебі түйе ауыр жүк көтере алады және өте жылдам қозғалады. Сондай-ақ түйе сусыз және қорексіз ұзақ уақытқа шыдайды. Ұсақ мал ше? Ұсақ малға қой жатады. Қой көп күтімді қажет етпейді. Кермек суды іше береді, тіпті су жоқ болса қар жейді. Олар суық пен ыстыққа төзімді. Маусымдық жайылымның түрлері қандай? Жайылымның 4 түрі бар. Күздеу, күзгі қоныс. Күздеуге шығынсыз, аман есен жету мақсатында алғашқы күндері көш баяу қозғалады. Сондай-ақ жайлауда семірген мал зорығып кетпеу үшін асықпай айдайды. Күздеуге мал аяғы баспаған, оты мол, қыстауға жақындау жайылым таңдап алынады. Күзгі қоныс мал қоңын сақтауға тиімді, көшпелі тұрмыс ыңғайына орай қолданылатын дәстүрлі шаруашылық түрі. Жайлау қыстаудан алыс жатқан даладағы қоныс. Жайлауды шөбі шүйген, суы мол, әрі тұнық салқын жерден іздейді. Онда жылдың басқа 3 маусымында ел болмайды. Қыста аппақ қар басып жатады. Жазға қарай жайлаудың шөбі жақсы өседі. Қыстан арықтап шыққан мал жайлауда тез семіреді. Көктеу, көктемгі қоныс. Шөптің жаңадан қаулап шыққан кезінде көктем айларында мал жаятын өріс. Көктеуге мал төлдеп болған соң ғана көшеді. Қыстау, қазақтың байырғы қысқы мекені. Қыстау қатты суық болмайды. Ықтасынды, әдетте суы бар, оты мол жерлерде орналасады. Қыстауда малға арналған жылы қоралар бар. Енді бүгінгі сабағымызды кері байланыс жасасақ, бүгінгі сабақта не білдік, не бізге қызықты болды, тағы не білгіміз келеді. Осындай сіздерге сұрақ. Келесі. Енді үйге тапсырма. Параграф 12 көшпелі мал шаруашылығы. Сонымен қатар отырықшы кезіндегі үрлеу әдісімен шикі темір қорытатын қазандық және де кітаптағы суретке қарап жаңа әңгіме құрастырып дәптерлеріне жазып орындап келу. Келесі енді оқушыларды бағалау. Бүгін біз сабақта көшпелі мал шаруашылығы мен егіншілік туралы айттық. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.